Сәлем достар. Түсте далаға шығып, сиырларды суға шығардым. Ауа райы аяз болып тұр. Шөптерін, суларын беріп, осылай қайтадан айдап кіргіздім. Үйге кіріп, паластың бетін қызымды ұйықтатып тастап, жазалай жастырдым. Барлығы паласта жиналып қалыпты, пылесоспен жартысы алынса, жартысы қалып қалады. Қатты суламай, осылай бетін жай-жай қырып алдым. Осылай әсіресе балдар көп отыратын, ойнайтын жерде қоқым болады, тамақтың қалдықтары жабысып қатып қалады. Одан кейін, осы жерді нетіп болғаннан кейін, душевойға көштім. Душевойда да біраз шаштар бар. Осы жерді де қырып алдым. Стиральныйдың алдында тау боп жиналып тұрған киімдер тұр. Свет жоқ, жуайын десем, осылай жиналып, сіздер жақта қандай ауа райы, қандай бұл свет? Қар күн алдын жалды ма? Жиі қияда қолдатыр ма? Паласты осылай жуып болғаннан кейін, сүртіп алғаннан кейін, раковинаны жуа бастадым, комытпен. Раковинадан кейін обязательно айнасын сүртіп алдым. Тістерін бет қолдар жуғаннан кейін барлығын шашыратып жуады. Қызым ұйықтап жатқанша, әйтеуір үлгергенше осылай бірсыпыра тірлігімді жасап аламын. Бұдан кейін обед барады, шу бар дегендей. Әбден кеш бата, түстен кейін мына жерді пешті тазалай бастадым. Күйеуім келгеннен кейін пешті тазаладым. От жағатын кісілер болса түсінеді. Осылай қыста айына бір рет, бір жарым ай. Осылай бір рет тазалап тұрамыз. Осындай күн шығады. Таяқпен шықып, ішіндегісін күлін, қара күйесін бәрін шығарып, тазалап аламыз. Бұлай тазаланбаса, пеш жанбайды, тартпай, үй ысасып, осылай тазалап аламыз. Одан кейін, болғаннан кейін, бетін жауып, пылесоста полын сүртіп, сиырға шығып, кешкі тамақты картошка қуыра салдым.